Сәлем қыздар, бүгін біз еттен құймақ пісіреміз. Бізге 2 жұмыртқа қажет, жарты ас қасық тұз, жақсылап араластыру керек. Үлкен ас қасық қант, оны да жақсылап араластырамыз. 500 мл сүт, әзірше жартысын ғана құйып жақсылап араластыру керек. Әзірше 300 грамм ұн қостым және қалған сүтті араластырдым. Құймақтың қоюлығы болмаса сұйықтығын өзіңіз қадағалаңыз. Егер құймақтыңыз қалың болсын десеңіз, онда ұнды көбірек салсаңыз болады. Жарты ас қасық ас содасын қосып және 30 грамм сұйық май қостым. Фаршты жақсылап қуырып аламыз. Және фаршқа паприка, қара бұрыш және базилик араластырдым. Және пиязды бөлек қуырып алып, тағы да араластырамыз. Бір ас қасық тұз, тағы да араластыру керек. Құймақ қатты қою емес және қатты сұйықтау емес, міне осындай болып шықты. Қалған рецепттен 11 құймақ шықты. Құймақтың ортасынан төменгі бөлігіне фаршты салып, мынандай формаға келтіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.